Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қолжетімді үйде жасалатын суши роллы жасаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге алдымен осындай нори жапырақтары керек, және қияр, күріш, кунжут және творожный сыр, немесе сливочный сыр болады. Алдымен осы нориді төртбұрышты етіп кесіп аламыз. Одан соң бетіне күрішті жақсылап жайып шығамыз. Күрішті қалай жасалу жолы менің каналымда бар. Осы видеоның описаниесіне ссылкасын қалдырып кетемін. Осылай күрішті шетіне кішкене жеткізбей салып шығамыз. Одан кейін сырымызды жағамыз. Сырымызды жағып болған соң қиярымызды саламыз. Міне салып болдық. Енді сушидің формасына келтіріп ораймыз. Қатты басудың қажеті жоқ. Домалақ етіп немесе төртбұрышты етіп жасасаңыздар болады. Мен де төртбұрышты формада жасадым. Шеттерін тегістеп жіберуге болады. Осылай қолмен күріштерін шеттерін тегістеуге болады. Мінекей орап болдық. Енді бөліктерге бөліп кесеміз. Пышақтарыңызды салқын сумен сулап алсаңыздар болады, сол кезде жақсы кесіледі. Мен жалпақты 6 бөлікке бөлдім. Әркім өзінің қалауынша бөлісе болады. Міне осы бір түрі дайын болды. Енді келесі түрін жасаймыз. Келесінде де тура осылай қайталап жасаймыз. Күрішті салып, жайып, салып шығамыз. Күрішті салып болған соң осылай жай ғана астына қаратамыз. Және ортасына сырымызды салып, қасына қиярымызды қосып, енді формасын орап жасаймыз. Міне осылай орап болған соң кунжутқа айналдырып шығамыз. Кунжутты барлық жеріне тиетіндей етіп араластырып айналдырып шығамыз. Енді бөліктерге бөлеміз. Міне екінші сушимыз дайын болды. Үйде жасалатын қолжетімді бюджетный вариант ретінде жасаңыздар, көріңіздер. Өте дәмді болады.
тура кафедегі заказ бергендей дәмді болып шығады. Осылай алып, соевый соусқа батырып жесеңіздер болады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Менің каналымда түрлі видео рецепттер бар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Рахмет.